Сәлем құрметтім. Бүгін мен сіздерге ашыған айраннан жасалатын керемет жұмсақ пончик жасалудың жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз. Алдымен 300 грамм айранымызды құйып алып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне шекерімізді, разрыхлителімізді, тұзымызды салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Байқап тұрсаңыздар, айранымыз бізде көтеріліп жатыр. Міне, көпіршік пайда болды. Келесіде бір жұмыртқа салатын боламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Барлығын біркелкі етіп араластыру керек. Сұйық майды құямыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Керек заттарды описание бөліміне жазып кететін боламын. Енді барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнды салып қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды аз-аздан салып, қолға қатты жабыспайтындай етіп қамыр илейміз. Бұл пончиктің басқа пончиктерден ерекшелігі ашыған айраннан болып тұрғы. Ал ашымаған айраннан жасасаңыз, дәмі басқаша болады. Ашыған айраннан жасасаңыз, дәмі өте ерекше басқа болады. Жасап көріңіз, өте жұмсақ және жасалу уақытты алмайды жасалуы. Жақсылап қамыр қылып илеп аламыз. Қамырымызды илеп болдық. Міне қамыр осылай иленіп болады. Осыны 15 минутқа тындырып қоятын боламыз. Жақсылап илеп болғаннан кейін есіңізде болсын 15 минут. 15 минуттан кейін қамыр дайын. Аламыздағыны жая береміз. Міне қамыр дайын. Қамырды екіге бөліп, қамырды жаямыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа жіңішкелікте жаямыз. Оның көмегімен қолға жабысатын болғандықтан ұнды жақсылап себе беріңіздер. Міне екіге бөліп алдым. Бұны енді жаям қазір. Көріп тұрғандарыңыздай істей бересіздер. Қамыр дайын, жайылып болды. Мен осылай бокалды алдым. Менде арнайы формасы жоқ кесетін пончикті. Сізге қандай зат ыңғайлы, соны пайдалана беруге болады. Ортасына да үйде бар затты алып, домалақ етіп кесіп алдым. Артық қамырды тастамаймыз, оны да соңынан жасап шығатын боламыз. Міне бізде пончик дайын. Қызып тұрған майда қуырып алатын боламыз. Міне майымыз қызып тұр. Осыған май пончиктерімізді салып, екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Осылай піскен піспеген байқап тұрасыздар. Міне менде пончик пісті. Екі жағын 1,5 минуттан пісіріп алуға болады. 1,5 минуттан 3 минутта дайын болады. Міне осымен біздің пончик дайын. Дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Ас болсын, жасап көріңіздер. Менімен бірге видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Алла сізге разы болсын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Пікір жаза кетіңіз.